3 күн 3 түн қатарынан ұйықтап қалатын жағдайда кездейсоқ теледидарын қосылып осы ойын алдыңнан шығып қалса 90 минутта аяқтап ары қарайда адреналиннен ұйықтай алмай қаласың. Себебі тоқтаусыз шабуылдар, әдемі 3 гол және жоғары қойылған ойын ырғағы ешкімді бей-жай қалдырмайды. Чемпиондар лигасының ширек финалында кездескен екі монстр команда Реал Мадрид пен Бавария жүлдеге финалда таласу керек еді. Алайда тағдырдың жолымен бұл екеуі ертерек жолығып мықтыны анықтауға алаңға шықты. Бүгін осы тартысты ойынға шолу жасап, аздап өзіміздің ойымызды айта кетеміз. Сіздермен бірге желаяқтарыңыз және де оның жүргізушісі мен Беклан. Қолдау ретінде видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Ерінбеңіздер, ол мен үшін және команда үшін үлкен шабыт. Екі жақтың құрамдарына назар аударайық. Жалпы алаңда барлық мықтыны көріп тұрмыз. Себебі бұл командаларда әлсіз ойыншылар болмайды. Алайда бәрібірде ойынды өзгертуге мүмкіндігі бар ойыншылар кейде ойнамай қалады. Мысалы, Реал сапында Куртуа, Менди және Родриго әлі лазаретте жатыр. Маған қызығы ол Тиаго Питарчтың Беллингем мен Камавингадан негізі құрамды басып алғаны. Жас баланың ойындарын бақылап жүрмін. Жаман емес. Алайда Беллингем мен Камавингадан асып түскен ойыны бар деп айта алмаймын. Беллингем жарайды, енді ғана жарақатынан айықты. Ал Камавинга ше, шаруасы бітті ме? Ал Бавария сапынан Ульрайх жоқ екен. Матч басталды. Екі жақта барынша агрессиясын қосып, жылдам шабуылдар көрсетіп жатыр. Ең қауіпті сәт деп таныған сәтім ол 10-ші минуттағы Дайо Упамекананың аяғына келе салып, соққысының өте әлсіз болғаны. Жалпы тимей қалды, бірақ есепті нық ашатын мүмкіндік еді. 16-ші минутта Трент Гүллерге, ал Гүллер әдем ашылған Мбаппеге шығарды. Әттеген ай, соққысы ойдағыдай емес. Нойерден әдемі сейф. Артынша Винисиус келген допты соққылады, бірақ ол осы соққысымен кез келген нәрсені нысанға алған секілді. Тек қақпан емес. 2 минуттан соң келесі соққысын Нойер әрең шығарып алды. 27 мен 28 минуттарда Реалдың қорғаушыларынан өрескел қателіктерді байқадық. Екеуі де гол болу керек еді, бірақ өздерінің сәтті дұрыс пайдаланбауларынан Реал үшін бұл қателіктердің арты жақсылықпен ұласты. 41 минутта Реал Мадрид ойыншылары тәртіп бұзған бавариялықтарды күтпей тез шабуылдарын бастауды көздейді. Соңғы пас Винисиуске келеді. Алды жабық екенін байқаған ол артқа тез берудің орнына ұзақ ұстап бергені қарымта шабуылға алып келді. Негізі қарымта шабуылды Реалдан күтіп отырмыз ғой. Бірақ мына комбинациялық әдемі пастардан құралған шабуыл Гнабридің әдемі пасымен жалғасып, Луис Диастың нүктесін қоятын соққысымен аяқталды. Шын айтсам, тәнті болдым. Гол дегендерді көрсем, тек осындай пас арқылы әдемі голдарды көргім келеді. Ал енді қандай қателігі орын алды? Басында айтқандай Винисиустың дұрыс емес пасы және тез оралудың орнына қолға тиді деп шағымдануы. Қолға доп расымен де тиді, бірақ қолы жабысып тұр ғой. 1000 түрлі төрешін әкелсең де ойынды жалғастырар еді. Ал одан кейінгі сәтте Реалдың қорғаушылары өздерін жоғалтып алды. Рюдигер кейінді ұстаған жоқ. Қорғанысы онсыз да мықты емес Трент Александр-Арнольд Луис Диасты артынан оңай өткізіп алды. Ақыр соңы матч есебі ашылды. Біреудің нақты кінәлай алмайсың, себебі шабуыл өте тиянақты, кітаптағыдай және өте жылдам болды. Алғашқы тайм аяқталды. Кішігірім қорытындылай өтсек, тынымсыз шабуылдармен ұласқан екі алып команданың ойынын бақыладық. Бавария пас арқылы толықтай алаңды сезіп, қапталдан қапталға доптарды тасып асықпай емес, тезірек соққыға мүмкіндік алғысы келіп жатса, Реал Мадрид допты қалай ұстайды, бірден жылдам желаяқтай Мбаппе мен Винисиусты пайдаланып, қарымта шабуылдарын көрсетті. Шыны керек, іш пісіп кетті деп телефон шұқылайтындай сәт болмады. Өздері түгілі жанкүйерлерді демалдырған жоқ. Алайда бір ғана қателіктің кесірінен Баварияның пастардың нүктесі қойылмай жатқан шабуылдардың нүктесі қойылып кетті. Екінші тайм басталды және мен бір нәрсені түйдім. Винисиуске топты артқа бермеу керек екен. Тек алға қарай шабуылдай беру керек. Тайм басталғаны сол еді, артқа аспандатып берген пасын шеберлігі жетпеген Альваро Фернандес Каррерас топты игере алмай, тағы да Баварияға қарымта шабуылына үлкен мүмкіндік беріп қойды.
Майкл Олисенің допты ары бері тартып Харри Кейнге шығарған пасын ол дәл PlayStation-дегідей 99 шутингі бар ойыншыдай қадап қойды деп айтсам артық айтпаған болармын. Ал енді қандай қателік болды? Винисиусты айтамыз ба? Бәлкім керек емес. Жалғыз қателік ол Кейнді ешкім жаппағаны. Каррерас мені құлатты деп әлі шағымданып тұрмауы. Әйтпесе тез тұрып жүгірсе, Кейнді оп-оңай жауып алар еді. Дәл солай ардагерлердің Месут Өзилдің стиліндегідей тек пастар емес, қорғанысында ұқсағандай голды тек көзімен тамашалап қорғанысқа жаяу келгені. Барлық кезде емес әрине, бірақ осы сәттегісі қатты көрініп қалды. Екі ойыншы да осы сәтті тезірек бақылауға алып Кейнді жапқанда оның соққы жасауға мүмкіндігі болмас еді. Ал Кейннің мүмкін тым шетке тебілмеген соққысын Куртуа ұстар ма еді деген қиял бар. Жарайды енді. Мен бүгін Роббенді көрдім. Әрине өмірімде емес, түсімде де емес. Дәл осы алаңда Олисенің ойын стилі өзгеріп кеткендей. Дәл Роббеннің қимылдарын қайталап, сол секілді соққыларды да жасап жатыр. Тамаша. 59 минутта тағы мына бір сәт. Каррерас тағы да мен секілді допты қаға алмауда. Әдемі шабуылды қарапайым қателікпен тоқтатты. 61 минутта супер момент. Александр Арнольдтың аяғына доп қалай түсті, солай әуелетіп берген пасын Упамекано баспен қақпашыға бергісі келді ме, әлде қасындағы әріптестеріне ме? Түсініксіз. Сол қателігін іліп алып кеткен Винисиус қақпадан қатты алыстап кеткен Нойердің айласын асыра алмады. Бәлкім осындай сәттерді пайдалана алмайтындығы үшін алтын допты ала алмай жүр ме? Мұндай сәттерді мұндай кәсіби деңгейдегі ойыншы шешу керек деп ойлаймын. Себебі қақпашы қақпадан тым алыс, ал кедергі келтіретін қорғаушылар үлгере алмай келе жатыр. 65 минутта Реалдың стиліндегідей әдемі шабуыл. Мбаппе мүлт кетті. Нойер мұндай соққыларды оңайлықпен жібере бермейді. 3 минуттан соң Мбаппеде тағы да супер сәт. Алайда соққысы тым қисық. Нойер тіпті қолды созудың қажеті де жоқ деп санады. 74 минутта Мбаппе деттегеніне әрең дегенде жетті. Қаншама сәттерін мүлт жіберсе де, осы сәтте керек жерден табылып, Тренттің әдемі пасын голға айналдырды. Бавариялықтар мен Баварияның жанкүйерлері гол емес деп шулап жатыр. Себебі гол анық кіргені көрінген жоқ. Алайда төреші сағатын көрсетіп, қақпаға кіріп шықты дегендей басын изеді. Сонымен қандай қателіктер орын алды? Жаңадан бері жол болмай, голын сала алмай, қорғаныста кейде майда қателіктерге орын беріп жатқан Упамекано жанындағы Мбаппеге үлкен мүмкіндік беріп қойды. Әйтпесе артына бір қарап, жанын жақсылап бақыласа, бұл шабуылдың бетін алдын алуға болар еді. 75 минуттағы сәтке назар алайықшы. Жігіттермен өзіміз доп ойнағанда әуемен келген допты дәл осылай кейін секілді тепкім келеді. Бірақ біліп тұрсыздар ғой, қалай тебетінді. Почти девятка, йоу. Бұл сәтте тіпті Кейннің өзі голға айналдыра алмады. 89 минуттағы тағы да кітаптағыдай Бавария ойыншылары шабуылдады. Керемет пастармен жалғасқан шабуылды жаңа ғана қосалқы құрамына шыққан Мусиала өте нашар соққымен сәтсіз аяқтай түсті. Өкінішті. Ойынның соңғы минуттарында әуеден келген допты қаққан Олисені Каррерас арқасынан итеріп құлатады. Пенальти сұраған үндірге төреші мән бермей ойынды жалғастырады. Негізі қайталаудан көрсек, иығынан емес, жанынан емес, дәл доп қаққан кезде арқасынан итеріп тұр екен. Меніңше пенальти белгілейтін сәт. Әйтпесе ар жағы голмен ұласпаса да қауіпті сәт екені анық еді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы ойының ырғағы тым жоғары болды. Бірінші тайм қалай болды, екінші тайм одан кем емес. Тіпті қауіпті шабуылдар 2 есе көптеу болды десем қателеспейтін шығармын. Қаншама гол деген сәттердің бәрі гол болмай қалып жатты. Ойынның ұнағаны осы. Іш пысатында минуттардың болмауы. Ал ұнамаған сәттері ол тек жекелей ойыншылардың шеберліктері. Реал тарапынан да, Бавария тарапынан да пас беру сәтінен не доп қағу деген секілді футболшының іргетасы болатын іс-қимылдарды жасай алмауы. Қаншама жап-жақсы басталған шабуылдар соққысыз осылай аяқталып жатты. Дәлірек айтсам, Луис Диастың гол салып алған соң қалған сәттері. Тым боксаңсынып қалып, әдемі шабуылдарды құрта берді. Ал Реал жақтан айтатын болсам, ол Винисиусты жекелей айтар едім. Тиіп кетсе болды, құлап жылай береді. Кей сәтте тырысып ойнаса өте қауіпті шабуылды аяғына дейін апарар еді ғой. Алайда ол сол құлауды көздеген соң шабуылы нөлге теңеліп жатты. Оның қасында аяғына дейін тырысатын Мбаппе нағыз лидер көрінеді. Сіздермен бірге желі аяқтан аса қолдау ретінде лайк басып, ардыға
тікелей кетіңіздер. Жақсы, қызықты ойындарда жолыға берейік.